Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 21-ші сабақ. 10 санының құрамы. 10 санының құрамын анықтаймыз. Бірінші есеп: заттарды сана. Әр зат 10-нан болу үшін неше заттан қосу керек? Енді мында 10 бала тұр, олардың арғы жағында 3 құрсау. Оған 7-ні қосқанда 10 болады екен. Футбол доптары 7, оған тағы 3-ін қоссақ 10 болады. Теннистің ракеткалары 5, оған тағы 5-ін қоссақ 10 болады екен, Келесі жағында баскетбол добы 4, оған тағы 6 допты қоссақ 10 болады. Одан кейін 8 баскетбол доптың бергі жағында тұрған, оған тағы 2-ін қоссақ 10 болады. Жердегі жасыл және сары төртбұрыш кубиктерден 6, оған 4 қоссақ барлығы 10 болады екен, Біз мінегі суреттегі әр заттарды санап, олар 10 болу үшін неше заттан қосу керек екенін есептеп осылай тауып алады екенбіз, Келесі мынадай тапсырма. Бос орындарға тиісті сандарды ата. 1, 1-ден кейін 2, 3, 3-тен кейін 4 болады, 4-тен кейін 5 саны, 5-тен кейін 6, 6-дан кейін 7 тұр, 7-ден кейін 8, 8-ден кейін 9 деген сан, 9-дан кейін 10 деген сан болады, 1-ден 10-ға дейін жазып шықтық. Енді 10 деп тұр, кем өретімен 9, 9-дан 8, 7 тұр, 6, 5, 5-тен кейін 4 тұр, 4-тен кейін 3, 3-тен кейін 2, одан кейін 1 деп 10-нан 1-ге дейін кем өретімен жаздық. Екінші есеп: 10 саны қалай алынды дейді. Мұнда қызыл және көк дөңгелектер көрсетілген, Бір көкке 9-ды қоссақ, 9 қызылды 10 болады екен. Немесе 9 қызылға бір көк дөңгелекті қоссақ 10 болады, Екінші тұрған 2 көкке 8 қызылды қосамыз, 10 болды. Немесе 8 қызылға 2 көкті қосамыз, ол кезде де 10 болады. Үшінші тұрған 3 көкке 7 қызылды қоссақ 10 болады. Немесе 7 қызыл дөңгелекке 3-ін қоссақ 10 болады екен. Астыңғы жағында 4 көкке 6 қызылды қосқанда 10 болады, Немесе 6 қызыл дөңгелекке 4 көкті қоссақ 10 болады екен. Ең соңғысы 5 көк дөңгелек және 5 қызыл дөңгелек екеуін қоссақ 10 болып тұр, Осылай біз 10 санының құрамын осылай біліп алады екенбіз, 1 мен 9, 2 мен 8, 3 пен 7, 4 пен 6, 5 пен 5-тің қосындысы ретінде. Үшінші есеп: сандардың құрамын есіңе түсір. Досыңа сандардың құрамы бойынша сұрақтар қой. 5 санның құрамы 1 мен 4-тің қосындысы, 2 мен 3-тің, 3 пен 2-нің, 4 пен 1-дің қосындысы екен. 6 санның құрамы 1 мен 5-тің қосындысы, 2 мен 4-тің, 3 пен 3-тің, 4 пен 2-нің, немесе 5 пен 1 санның қосындысы 6 санның құрамын құрайды екен. 8 санның қосындысы құрамы 1 мен 7 санның, 2 мен 6, 3 пен 5 санның қосындысы, немесе 4 пен 4-ті қоссақ 8 болады. 5 пен 3 санының 6 мен 2, немесе 7 мен 1 санның қосындысы 8 санын құрайды екен. Ал 10 санның құрамы 1 мен 9, 2 мен 8, 3 пен 7, 4 пен 6, 5 пен 5 санның қосындылары екен. Есте сақтап алайық. Келесі 4-ші есеп: математика күнделікті өмірде. 10 қарындашты 3 стақанға бөліп сал. Егер бір стақанда 3 қарындаш болса, онда қалған екеуінде неше қарындаштан болуы мүмкін? Өз нұсқаңды ұсын дейді. Міне суретте 10 қарындаш, соның алғашқы 3-еуін біріншісіне салайық, 3 қарындашты алып тастадық. Тағы да 7 қалды. Тағы бір 3-еуін екіншісіне салайық. 6 қарындаш кетті. 4 қарындаш қалды, Ең соңғы 3-шісіне 4 қарындашты саламыз. Сонда 10 қарындашты 3 стақанға 3-3-тен және біреуісіне 4-тен бөліп салып алдық. Сабағымыз осымен аяқталды. Жаңа сабақты жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп алайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.